Қайырлы күн достар. Бүгінгі біздің сабағымыз ағылшын тілінің шақтарына арналады, яғни соның ішіндегі present simple. Осы шақ өзі айтып тұрғандай іс-әрекеттің дәл қазір болып жатқанын білдіреді. Оның формуласы бастауыш қосылған етістік. Осы шақтың көмекші етістігі do және does. I work, мен жұмыс істеймін. You study, сен оқисың. We love, біз жақсы көреміз. They read, олар оқиды. Ал үшінші жақ есімдіктері үшін етістікке s немесе es жұрнағын жалғаймыз. I fly, мен ұшамын. He flies, ол ұшады. I play, мен ойнаймын. She plays, ол ойнайды. Біз қолданған мысалдың біріншісінде as, екіншісінде неге s болғанын білгіңіз келетін болса, оның арнайы түсіндірмесі бар. Егер y әріпі дауыссыз дыбыстың алдында келсе, онда оның орнына I әріпі қойылып, және as жалғауы жалғанады. Ал егер y әріпі дауысты дыбыстан кейін болса, онда еш өзгеріссіз біз s жалғауын жалғай береміз. Tries, flies, studies, plays, pays. Ағылшын тілінде етістіктерді жіктеу өте оңай. Жеу етістігін мысалға алып көрейікші. I ate, you eat, he eats, she eats, it eats, we eat, you eat, they eat. Енді сұраулы сөйлем құрастырып үйренейік. Сұраулы сөйлемдерде бірінші және екінші жақ есімдіктерінің алдына do көмекші етістігі қойылады, ал үшінші жақ етістіктерінің алдына does көмекші етістігі қойылады. Мысалы, do you like pizza? Does he speak German? Болымсыз сөйлемдер үшін де do және does'ды қолданамыз, және оған not сөзін жалғаймыз. Do not, does not, және оларды don't, doesn't деп қысқартып қолдансақ та болады. I don't like black coffee. He doesn't smoke. Does she works? Бізде бұл қате сөйлем. Неге? Себебі біз сұраулы және болымсыз сөйлемдерге s жұрнағын жалғамаймыз. Етістігіміз бастапқы форма күйінше сақталады. Ағылшын тілінде әр шақтарға тән кілт сөздер болады. Біз сол арқылы ол сөйлемнің қай шақта тұрғанын анықтай аламыз. Көп жағдайда бізде етістік алдында осы сөздер кездеседі. Always, usually, often, sometimes, never және тағы да басқалары. Ал көбінде бізде сөйлем соңында осы жиілік сөйлері кездеседі. Every day, every month, once a day, twice a month. Бір рет once, екі рет twice, үш реттен ары қарай times сөзі қолданылады. Three times, four times. Осымен present simple шағына жалпылама тоқталып өттік. Егер видео сабақ ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.